Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін бірінші сынып 8-ші сабақ санды және әріпті өрнектерді өтетін боламыз. Балалар, менің каналымда қазақ тілі, математика, әдебиет оқу жауаптарының барлық сабақтары бар, қарап шықсаңыздар болады. Ендеше бізде бірінші тапсырма сурет бойынша өрнектер құрастыр делінген. Санды өрнектер 5 плюс 4, 40 плюс 50, 100 минус 20. Әріпті өрнектер А плюс 5, 40 плюс Б, А минус 20, А, Б, С, Д латын әліпбиінің әріптері. 4 плюс А, мұндағы А тең болады 5, 4 плюс 5 тең 9. Б да Б минус 20, мұндағы Б тең 30, 30 минус алынған 20 тең 10. Өрнектің мәні. Енді сіздер жазасыздар 3 плюс 2, 3 плюс 4, 5 плюс 6, 4 плюс 5, 5 плюс 7, 6 плюс 4 деп жазасыздар балалар. Ендеше келесі екінші есепті қарайық балалар. Ал балалар, біздің келесі екінші есеп Алияға тәтті тоқашты санауға көмектес. Әріпті өрнектердің мәнін тап делінген. Бұл жерде А плюс 10, А тең 40, 50. Б-сында Б минус 10, Б тең 20, 30, 50 делінген. Енді сіздер жазасыздар А плюс 10, А тең 40, 50, 40 плюс 10 тең болады 50, 50 плюс 10 тең 60 деп. Б нұсқасында Б минус 10, Б тең 20, 30, 50, 20 минус 10 тең 10, 30 минус 10 тең 20, 50 минус 10 тең 40 деп жазасыздар балалар. Ал балалар, біздің келесі үшінші есеп бірінші бағанға қосындыларды, ал екінші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәндерін тап делінген. 60 минус 20, 100 минус 70, 8 минус 5, 6 алынған 6, 10 алынған 5, 5 плюс 3, 9 минус 8, 0 плюс 50, 50 плюс 20, 2 плюс 6, 3 плюс 4, 9 минус 5, 20 плюс 20, 50 минус 0 деп жазылған. Енді сіздер жауабын жазасыздар. 5 плюс 3 тең 8, 0 плюс 50 тең 50, 50 плюс 20 тең 70, 2 плюс 6 тең 8, 3 плюс 4 тең 7, 20 плюс 20 тең 40, 60 минус 20 тең 40, 100 минус 70 тең болады 30, 8 минус 5 тең 3, 6 плюс 6 минус 6 тең 0, 10 минус 5 тең 5, 9 минус 8 тең 1, 9 минус 5 тең 4, 50 минус тең 50 деп жазасыздар балалар. Ал балалар, келесі төртінші есеп бос орынға қай фигураны таңдау қажет делінген. Бос орынға үшінші фигураны таңдау керексіздер балалар. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басып, подписка кнопкасын басып кетіңіздер. Менде каналымда әдебиеттік оқу, математика және де қазақ тілі сабақтарының жауаптарының барлық түрлері бар. Осымен сау болыңыздар балалар. Келесі кездескенше.